Ақыры Стамбулда Ресей мен Украина делегаттарының кездесуі өтті. Қандай талап айтылды, немен аяқталды, енді не болмақ? Талқылап көрейік. Келіссөз шамамен 2 сағатқа жетпей аяқталды. Кездесу жабық өткендіктен дерек көздерге сүйенген баспасөз хабар бойынша ғана айтайық. Мәселен, келіссөздерден кейін Ресей делегациясының басшысы Владимир Мединский тараптар мыңға мың формуласы бойынша тұтқын алмасуға келіскенін мәлімдеді. Сонымен қатар ол кездесудің нәтижесіне қанағаттанатынын айтып, Мәскеудің алдыңғы диалогқа дайын екенін мәлімдеді. Ал Украина делегациясының басшысы елдің қорғаныс министрі Рүстем Умеров атысты тоқтатудың барлық аспектісі талқыланғанын айтты. Сосын ол мемлекет басшылары деңгейіндегі ықтимал кездесуге дайындық жүріп жатқанын хабарлады. Қорытынды мәлімдемелерден кейін онда негізі не айтылғанын баспасөз жан-жақты тарата бастады. Қызық осы жерден басталды. Мәселен, The Economist басылымы кездесу барысындағы мәліметтерге сүйене отырып, Мединский келіссөздер кезінде Ресей Сумы мен Харьков облыстарын басып алатынын айтып, Украинаға қоғанлыққа жасаған хабарлады. Мұнымен қоймай, ол Ресей ішінара басып алған 4 жаңа өңірден әскерді шығару талабын қойған. Ал CNN келіссөздер Мәскеудің 4 жаңа өңірден әскерін шығаруды талап етуіне байланысты тығырыққа тірелді деп хабарлады. Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармер болса, келіссөздердегі Ресей талабын қабылдауға болмайды деп айтты. Ал Ресей сыртқы істер министрлігі Кир Стармердің бұл сөзіне таңданысын білдірді. Біз Лондонмен емес, Украинамен келіссөз жүргізіп жатырмыз ғой деп жауап берілген. Ал Зеленский бұл келіссөздерден нәтиже күтпейтінін, оның орнына Еуропа одағы елдері Ресейге қарсы салатын 17-ші пакет санкциялар туралы айта бастады. Ал ақш президенті Дональд Трамп бұл жағдайдан Путин шаршады деген мәлімдеме жасады. Енді ол нәтижені Стамбулдағы кездесуден емес, өзінің Путинмен тет-а-тет кездесуінен күту керегін айтып отыр. Ал маңызды өзекті ақпараттарды Телеграмдағы Ағылтай Ньюс арнасынан оқи аласыз. Сонда шақырам, сілтеме профилде.